Қайырлы күн көрермендерім, бүгін сіздерге базардағыдай иісі де, дәмі де және сулы болып шығатын сәбіз салатының рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен 1 килограмм сәбізімізді теркадан өткіземіз. Теркаларыңызға осылай сәбізді өткізген кезде ірі болып туралып түсетін терканы таңдаңыздар. Себебі салатты дайындаған кезде түрі және сәбіздеріңіз гіртілдеп тұру үшін осындай теркаларыңыз ірі болу керек. Және сәбізді өткізгеннен кейін барлығын до конца өткізіп жібермеңіздер. Неге? Себебі сәбіз салатының ұзын, әдемі болып түр беріп тұрады. Сол үшін барлығын кішкентай етіп ұсақтап турап тастаудың қажеті жоқ. 6-7 штук сарымсағымызды қолданамыз. Яғни бір бас чеснокты қолдандым. Мендегі чесноктың көлемі өте кішкентай. Сіздер егер үлкен болып жатса 6-7 штук тісшесін пайдалансаңыздар болады. Одан кейін 2 шай қасық, кішкентай шай қасықтан толтырмай тұз саласыздар. Және 1 шай қасық толтырып қызыл бұрыш саласыздар. Және 1 шай қасық паприка қосасыздар. Шай қасықтарыңызды толтырмай кориандр қосасыздар. Егер кориандр жоқ болса, қосып керек емес. Және 1 шай қасық қант қосуды ұмытпаңыздар. Кішкентай кесемен жарты кесе суымызға 2 шай қасық 70% уксусты құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, осының үстіне құямыз. Одан кейін жарты кесе сұйық майымызды қыздырып аламыз. Міндетті түрде қыздырып алыңыздар сұйық майларыңызды. Одан кейін осылай чесноктың, қарабұрыштың үстіне құямыз. Сол кезде бізде барлығының иісі күшті болып шығатын болады. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қатты мұжып тастаудан қажеті жоқ. Тек жаймен кезек-кезек сәбіздеріміздің беттерін аудара отырып араластырып алыңыздар. Құрметті достар, егерде басқа да салаттардың рецептісін іздеп жүрсеңіз, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.